Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерді қазақ халқының белгілі ағартушысы Отыншы Көшбайұлымен таныстырғым келіп тұр. Ол елінің болашағы мен бостандығы үшін күрескен ерекше тұлға және де ұлт руханиятына қосқан үлесі өте көп. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз, Отыншы Көшбайұлы ағай. Ең алдымен бізге уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет. Сіз Маңғыстаудың тарихы мен рухани мұрасын терең зерттеп, халқымыздың асыл қазынасын бүгінгі ұрпаққа жеткізген тұлғасыз. Бүгін мен 10-шы сынып оқушысы Кенжеғали Камалия. Сізбен осы еңбектеріңіздің сырын, шабыт бастауларын және ғылымға қосқан үлесіңізді талқылағым келіп тұр. Алдымен енді кішігірім сұхбат бастамас бұрын сіздің хал жағдайыңызды білгім келеді. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз жақсы ма? Соңғы уақытта немен айналысып жүрсіз? Не нәрседен шабыт алып жүрсіз? Аманбыз, денсаулықта шүкір жаман емес, бұрынғыша жүріп жатырмыз. Мына негізінде өлке тарихымен айналсам ғой. Өлке тарихымен айналысатын адамның ойында жүрген осыны бір жазсам, осыны бір оқырманға жеткізсем деген сияқты ой пікірлердің болатыны рас. Оның ішінде жазылып жатқаны да бар. Немесе болашақта Құдай бір денсаулық беріп жатса, болашақта жазам дегенде ойлар бар. Жалпы сіздің туған жеріңіз үшін неліктен ерекше? Біздің туған жеріңіз Маңғыстау үшін неге ерекше болып келеді? Туған жер еш нәрсе жоқ, сенен ыстық. Өйткені сенде туып сенен ыстық деген бір ақынның өлеңі бар еді. Кім екені қазір есімде жоқ. Туған жер қалай болған уақытында да атайын алып қасығын табады дейтін де мақал бар. Әртүрлі жұмыстың жайымен немесе басқа бір жаққа кетіп қалатын болсаң да түбінде адам туған жерге оралады. Өйткені сен осы топырақта жаратылдың. Қазақстанды көрдіңіз, бұрынғы Қазақстанды көрдіңіз, сосын қазіргі кезде көріп жатсыз ғой Қазақстан жағдайын дегендей. Енді болашақта Қазақстанда қандай елдерді көресіз? Қайдан білейін, айналайын. Қазақта үмітсіз шайтан деген бар. Еліміз жақсы болса екен дейміз. Қазіргі шүкіршілік ететін мынандай жайымыз бар. Адам үшін керегі осындай әлгі ананың көз жасын көрмей, жесірдің зарын естімей, жетім баланың мұңын көрмей жүргенге жететін ештеңе жоқ. Қазақстан болашақта белгілі ел болатынына үмітпен қараймыз, сенеміз.